Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы оқиғалардың үш өлшемді модельдері. Оқу мақсаттары нысандар мен оқиғалардың үш өлшемді модельдерін құру. Барлық үш өлшемді нысандардың белгілі бір қасиеттері болады. Үш өлшемді нысандардың жасалу жолына қарамастан төмендегідей оқиғалары болады. Атап айтсақ, бірінші атауы. Үш өлшемді нысанның аталуы, яғни жасалып жатқан нысанға автоматты түрде программамен берілетін атау. Екінші көріну. Үш өлшемді нысанның құжатта көріну немесе көрінбеу жағдайларын басқаруға болады. Үшінші жағдай. Кез келген нысанды тізімге қосуға немесе тізімнен алып тастауға болады. Нысанды алып тастағанда, нысан компьютерде көрінбейді. Төртінші түс. Үш өлшемді нысанның түсін көрсетеді. SketchUp программасында құрастырылып жатқан нысанды сақтау, файл сохранить как командалар тізбегін тінтуір көмегімен орындауымызға болады. SketchUp программасында құрастырылып жатқан немесе құрастырылған нысанның моделін жұмыс алаңынан жоғалтып жіберуге немесе қайта қоюға болады. Ол үшін мына командаларды орындаймыз. Ең әуелі веб-рат батырмасын таңдаймыз. Оның көмегімен модельді ерекшелеп аламыз. Одан кейін правка менуінің ішіндегі script командасын тінтуірмен шертеміз. Және қайта көрсету үшін қайтадан правкаға барамыз. Және мына көрсетілген батырманы басамыз. Қайтадан қалпына келтіреміз. SketchUp программасында нысандар мен модельдердің негізгі қасиеттерінің бірі бұл түс таңдау. Бұл тұрғыда программаның өте үлкен мүмкіндіктері бар. Жасалып жатқан модельдердің судың, ағаштың, кірпіштің, тас, металл, жерге төселетін плиткалар және тағы сол сияқты түсін ауыстыруға болады. SketchUp программасында құрастырылып жатқан нысанды тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертсек, контекстті мәзір терезесі пайда болады. Терезеде орналасқан құралдардың кейбір қызмет түрлеріне тоқталып өтейік. Бұл данный объекті, нысан туралы мәліметтері бар шағын диалогтық терезені ашады. Диалогтық терезе арқылы қабаттарды бақылауға, модельдердің бояуын өзгертуге болады. Келесі удалить. Нысанды өшіріп тастауға болады. Одан кейін жасыру. Нысанды жасыруға болады. Келесі таңдау. Нысанды таңдап алуға болады. Келесі аудан. Нысанның ауданын көрсетеді. Келесі қабырғалардың басқа қабырғамен байланысын реттейді. Келесі батырма нысанды оспен теңестіреді, ось бойынша туралайды. Келесі батырма терезенің өлшемдерін өзгертеді. Бұл контекстті мәзір терезесі. Оқушылар ары қарай практикалық жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. SketchUp программасының құралдарын пайдаланып, мына көрсетілген 5-34 суреттегі диванның моделін жасаңдар. Диван моделін жасау үшін өткен тақырыптағы және осы тақырыпта өтілген қызмет түрлерінің құралдарын қолданамыз. Диван моделін сызуда навигациялық құралдардың қызметін тиімді пайдалану қажет. Бұл құралдар диванның барлық жағын толық құрастырып шығуға мүмкіндік береді. Келесі үйге шығармашылық тапсырма. SketchUp программасының құралдарын пайдаланып, үйдің моделін құрастырыңдар. Үлгі ретінде мына көрсетілген 5-34 суреттегі үйдің моделі көрсетілген.